балалар. Мен сіздерді көргеніме өте қуаныштымын. Балалар, сіздер зерттеушілер әлеміне барғыларыңыз келе ме? Иә. Қане барлығымыз зерттеушілер әлеміне барайық. Бүгін балалар біздер ағаштардың қасиеттерін зерттейтін боламыз балалар. Алдымызда бірінші ыдыста құйылған су тұр. Және де қасында заттарымыз бар. Ыдыста. Сонымен танысу өтейік балалар. Нелер тұр балалар? Алдымызда. Не тұр бірінші бізде? Майлы қағаз тұр, иә? Сосын тағы не тұр? Иә, металл қасық тұр. Және қарандаш тұр. Және қыштағыш тұр. Өте дұрыс айтасыздар балалар. Балалар, бірінші біз зерттеу. Металл салып көрейік, иә, барлығымыз. Бірінші суға металл салайықшы балалар. Металлымыз. Не істеді балалар? Батырып кетті. Өте дұрыс. Себебі ол металл. Енді біздер майлы қағазымызды салып көрейік балалар. Балалар, қараңыздаршы. Не болды бізде? Батырып барады. Себебі майлы қағазымыз суға алынғасын, ол судың түбіне батып барады. Өте дұрыс айтасыздар. Енді балалар, мына жерде бізде мақта дискісі бар, иә? Оны салып көрейік. Қарайықшы. Не болды балалар? Батып барады. Себебі ол бізде мақта дискісі. Енді алдымызда текше ағаш тұр, иә? Ал ағашты салып көрейік. Ағаш не істеді? Батпады, иә? Ол не істеп жүр балалар? Не істеп жүр? Жүзіп жүр. Дұрыс айтасыздар. Ағаш батпады, себебі жүзіп жүр. Ол жеңіл, иә? Жеңіл балалар. Ағаштан балалар жүзетін болғасын не болады? Не жасауға болады? Қайық және кеме жасауға болады, иә? Біздер кемені, қайықты кітаптардан және теледидардан, мультфильмдерден көріп жатамыз да, теңіздің жағасында жүзіп жүрген кемені. Міне балалар, алдымызда кеме тұр. Кеменің желкен барлығы неден жасалған кемеміз? Ағаштан жасалған. Себебі жеңіл әрі жүзетін болғасын, сол суда жүзетін болғасын ағаштан жасалған екен балалар. Дұрыс айтасыздар. Ал балалар, ағаштан тағы нелер жасауға болады? Ойыншықтар жасауға болады, есіктер жасауға болады. Өте дұрыс айтасыздар. Сосын үй жиһаздарын жасауға болады, иә? Балалар, қараңыздаршы, біздердің алдымызда қарандаш тұр. Ағаштан жасалған қарандаш, иә? Бізде осы қарандашпен жұмыс жасап көреміз. Және де ұштағышымыз тұр, иә? Қане, барлығымыз ағаштан жасалған қарандашын ұшын шығарайық. Жұмыс жасаймыз, қане? Аламыз да, ұшын шығарамыз қарандашымыздың. Балалар, қарандаш неден жасалған екен? Ағаштан жасалған екен. Өте дұрыс айтасыңдар. Ағашпен тағы қандай жұмыс жасауға болады? Азиз? Ағашпен? Арамен? Кесуге болады. Дұрыс, арамен кесуге болады. Сосын ағашпен не істеуге болады тағы? Қандай жұмыс жасау оңай ма ағашпен? Ағашпен жұмыс жасау өте оңай. Себебі бізде жұмыс жасап көрдік та, ағаштан жасалған қарандашты ұшын ұштағышпен шығарып көрдік, міне балалар. Балалар, тағы біздер ағаштың бір қасиетімен танысатын боламыз, иә? Алдымызда ыдыста не тұрған балалар? Қарайықшы. Су тұр. Өте дұрыс айтасыздар. Мен сіздердің алдарыңызға екі ыдысқа су қойдым. Біреуі ағаш ыдыста тұр және шыны ыдыста тұр. Екеуіне де жылы су қойып қойдым, иә? Қазір 5 минут уақыт беріледі. Ішіндегі судың температурасын анықтайтын боламыз, иә? Ал балалар, 5 минут уақытты қараймыз. Ал балалар, 5 минуттық уақытымыз болды. Енді біздер анықтауымыз керек, иә? Қолымызбен саусағымызды салу арқылы температурасын өлшейміз. Бірінші ағаш ыдысқа салып көреміз, иә? Қолымызды сүртеміз. Екінші шыны ыдыстағы суды температурасын қараймыз. Міне балалар, қараңыздаршы. Ағаш ыдыстағы судың температурасы мен шыны ыдыстағы судың температурасы қайсы бірінші суып кеткен екен? Балалар, кім айтады, айтыңдаршы? Айсезім. Айтамын. Шыны ыдыстағы су не істеді? Суып кетті. Дұрыс айтасыз. Азиз, айтамыз, ағаш ыдыстағы су жылы, да? Жылы, өте дұрыс айтасыңдар. Балалар, шыны ыдыстағы бірінші суымыз суып кетті, себебі ол теріс шыны ағаш ыдыс жылулығын ұстап тұр, иә балалар? Ағаш ыдыстағы су жылы. Зерттеуші балалар, бүгін біздер ағаштың қасиеттерімен таныстық, иә? Қандай қасиеттерімен таныстық? Айтайықшы. Ағаш не істейді балалар? Жүзеді. Сосын ағаш жүзеді суда батпайды, дұрыс айтасыңдар. Сосын ағашпен не істеу оңай бізге? Ағашпен кесуді. Ағашты кеседі, ағашпен жұмыс жасау бізге оңай, дұрыс айтасыңдар. Ағаш жылуды сақтайды. Ағашпен біздер нелер жасаймыз балалар? Пайдалы заттардан нелер жасауға болады бізге ағаштан? Ойыншық машина жасауға болады және нелер жасауға болады? Үй жиһаздары. Сосын не жасау? Есіктер жасауға болады ағаштан және үй жасауға болады. Ағаштың пайдасы өте көп екен балалар. Бүгінгі зерттеу сіздерге ұнады ма? Ағаштың қасиеттерін білдік пе біздер? Көптеген қасиеттерді білдік. Өте жақсы қатыстыңыздар.